Құрметті тыңдармандар, пайғамбарлар жайлы қиссамыздың бүгінгі тақырыбы барша жануарлар мен жындардың патшасы әрі пайғамбар атанған Сүлеймен пайғамбар туралы болады. Егер де сіздерге шығарылымдар ұнап жатса, каналды қолдау мақсатында лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Дәуіт пайғамбар дүниеден қайтқаннан соң, билік таған оның ұлдарының бірі Сүлеймен иемденеді. Алла тағала бұл туралы Құранда Сүлеймен Дәуітке мұрагер болды дейді. Нәмл сүресі 16 аят. Аяттағы мұрагер деген сөзден мал дүниеге қатысты емес, пайғамбарлық пен патшалық істеріндегі мұрагерлік мақсат тұтылған. Сүлеймен пайғамбар жас кезінде әрбір істі ақылымен ойлап істейтін, өте зерек болғандықтан, әкесі Дәуіт оны өте жақсы көретін. Бірде екі адам бір мәселенің шешімін таппай дауласып, таласып, Дәуіт патшаның алдына жүгінеді. Сүлеймен де осы жерде отырған еді. Әлгі екі кісінің бірі сөз бастап, менің отбасыма тиесілі жерім бар еді. Мен ол жерге көп еңбектеніп, егін егіп ағаштар отырғыздым. Егінім өсіп, ағаштарым жеміс берді. Бірақ мына кісінің деп қасындағы кісіні нұсқап, қойлары менің жеріме кіріп, таптап, ешқандай егіннен де ағаштан да қалдырмастан бүлдіріп жеп бітірді. Сіздің алдыңызға біздің ортамызда үкім шығарып, қойлардың иесінен менің ақымды алып беруіңізді өтініп келіп отырмын дейді. Сонда Дәуіт ойланып көріп, қой иесінен қойларының тәркіленіп, жер иесіне берілуін үкім етеді. Бұл үкімді естіп отырған зеректе ақылды Сүлеймен әдеппен ғана жазада сәл жұмсақтық болуын өтініп, өз ойын ортаға салады. Ол әкесінен бұл екі кісінің арасындағы мәселеге өзінің үкім шығаруына рұқсат беруін сұрайды. Дәуіт патша баласына ризалығын білдірді. Сонда Сүлеймен, ең жақсысы қойлардың иесі егінді иесінің жерінде, ол жер бұрынғыдай қалпына келіп, егіні өсіп, жемісі піскенге дейін еңбек етсін. Ал бұл уақытта жер иесі бұл кісінің қойларын алып, олардың басын кемітпей пайдалансын. Белгіленген мерзімнің соңында екеуіңіз де мүліктеріңізді бір-біріңізге қайтарып бересіздер деп үкім шығарады. Барлығы Сүлейменнің үкіміне таңданыстан бас шайқасады әрі қуана қабылдайды. Бұл оқиғадан соң Дәуіт баласы Сүлейменге бұрынғыдан да разы болады. Ол ұлының тәрбиесіне ерекше мән берді. Өйткені оны өзінен кейін халқын басқаратын мұрагер патша етіп қалдыруды ұйғарған еді. Сүлеймен үлкейіп, білімі мен зеректігі артып, халық мемлекет басқару ісінде білгір болып жетіледі. Бұл сипаттар оның ең жақсы патша болуына септігін тигізді. Патшалықпен қатар Алла тағала Сүлейменді пайғамбарлыққа да таңдайды. Аллах пайғамбарлығына кімді қай қауымға жіберуді білуші. Сөйтіп, Сүлеймен әрі патша, әрі пайғамбар болды. Алла тағала оған зор байлық несібеледі. Адамдар оның даналығы, білімдігі, пайғамбарлығымен қатар әділ үкім шығарушы болғандығын өте жақсы көрді. Сүлеймен патша халқына адал еңбек етіп, өзіне жүктелген пайғамбарлық міндетті атқаруды да ұмытпады. Алла тағала елшісі Сүлейменді мұғжизасыз қалдырмай, оған қуатты билік берді. Оған жындарды әр істі тек оның әмірімен орындайтын етіп бойұсындырып берді. Жындар Сүлейменнің әміріне бас тартпастан бағынып орындайтын болды. Аллах Сүлейменге бұл мұғжизамен бірге ешбір пайғамбарға бермеген ғажап бір мұғжизаны тарту етті. Бұл Аллах тағаланың нәсіп етуімен берілген Сүлейменнің бүкіл хайуандар мен құстардың тілін түсінетіндік еді. Көгершінің не деп жатқанын, құмырсқаның екінші құмырсқаға не айтып жатқанын білетін болды. Алла тағала жан-жануарлар мен жәндіктердің тілін түсінуді тек Сүлеймен пайғамбарға ғана бұйыртқан. Ал бұрын әкесі Дәуітке сауыт жасауды және жаратылыспен қосылып Аллах тағаланы дәріптеуді үйреткен еді. Сүлеймен бұл мұғжизаларға шаттанып, бұлардың өзіне нәсіп еткен Раббысына разылықпен шүкір айтты. Сондай-ақ Алла тағала Сүлейменге орасан зор көп әскер берді. Олардың көптігі сондай, сәлем берген дауыстары мен барабандарының соққысынан жақын маңдағы таулар мен шатқалдар жаңғыратын. Бір жолы Сүлеймен мен құмырсқалар ортасында бір қызық оқиға өтті. Сүлеймен адамдардан, жындардан, құстардан құралған үлкен әскерлерімен келе жатып, құмырсқалар мекеніне жетті. Бір құмырсқа олардың келе жатқан ұзақтан көріп, серіктеріне
әскерлердің аяқ астында тапталып кетуінен қорқып өз тілдерінде: «Ей құмырсқалар, үйлеріңе кіріңдер, Сүлеймен мен оның әскерлері сендерді байқамай таптап жібермесін» дейді. Сүлеймен құмырсқаның сөзін естіп, жымиып, күлімсіреп, осы бір нығметті, ерекше қасиетті берген Аллахқа мақтау айтып, шүкіршілік етіп жүрісін жалғастырады. Сүлеймен бірде барлық әскері мен жан-жануарларды жинап, сұхбат құрмақ болады. Сүлеймен жиналғандарды көзімен бір шолып өтіп, адамдар мен құстардың кейбіреулерінің жоқ екендігін байқайды. Құстардан Худхуд, яғни көкек есімді бір құс жоқ болатын. Оның қайда екенін ешкім білмейді. Сүлеймен: «Мен оның жазасын беремін, мүмкін ол жоқ болуының себебін айтатын шығар» дейді. Біраз уақыттан кейін Худхуд патшасы Сүлейменнің қасына келіп: «Мен сізге жасырын болған жаңа хабар алып келдім» дейді. Сүлеймен: «Ол қандай хабар екен?» дейді. Сонда Худхуд: «Анау жақта бір қауым бар екен, оларға бір әйел патшалық етеді. Ол қауымның патшасы да, өздері де күнге сәжде жасап табынады. Аллах оларға мол күш-қуат, көптеген жақсылық беріпті. Бірақ олар бұл нығметтерге шүкіршілік етпей, Аллахқа кәпір болып, оған сыйынудың орны күнге сыйынады. Мен олардың істеріне таңғалдым. Бізді жаратып, ризық берген ұлы аршының Раббысы Алла Тағалаға ғана ғибадатқа бас иіп сәжде жасауға лайық емес пе? Бұл Аллахқа сәжде жасамай өмір сүріп жатқан қауым турасында сізді хабардар етуге асығып жеттім» дейді. Сүлеймен құстың сөзін естіп, тынышталып, біраз ойланып қалады да: «Қазір сенің сөзіңнің шын, әлде өтірік екендігін анықтаймыз. Мынау хатты олардың патшасына жеткізесің, және олардан менің хатыма жауап алып кел» деп хатты береді. Худхуд Сүлейменнің бұйрығын орындап, хатты алып, ол елдің Белхис есімді әйел патшасына жеткізеді. Белхис хатты оқып, ондағы сөздер патшалардың, пайғамбарлардың сөздерінде екендігін біледі. Хатта былай деп жазылған: «Бұл хат Сүлейменнен. Аса мейірімді, ерекше рақымды Аллахтың атымен бастаймын. Маған ұлықты қылмай бағынып келіңдер» делінген. Белхис патша бұл хаттың мәні жайлы ақылдасу үшін еліндегі басшылар мен ұлы кісілерін жинап: «Сүлейменнің талабына не дейсіңдер?» деп олардың ойларын сұрайды. Олар болса: «Іс сізге байланысты, біз сіздің адамдарыңызбыз, сөзіңізді тыңдап бағынамыз. Егер бұйырсаңыз соғысуға да дайынбыз» десті. Бірақ соғыс туралы пікір Белхисқа ұнамай, мәселені келісіммен шешуді қалайды. Белхис: «Егер соғыссақ, Сүлейменнің қалың қолы үй-жайларымызды талқандап, мәдениетімізді ойрандап тастайды. Сондықтан мен Сүлейменге қымбат, бағалы сыйлықтар жіберіп, оның жауабын күтемін» деген тұжырымға келеді. Барлығы оның ойын қолдайды. Сөйтіп, ол Сүлейменге арналған қымбат, бағалы сыйлықтарымен өз өкілдерін жібереді. Худхуд олардан бұрын келіп, Сүлейменді Белхистің жоспарымен таныстырды. Сүлеймен өкілдерінің келуіне дейін жүректерді сиқырлап алатындай жиһаздар мен сарайлар жасатып дайындалады. Қонақтар алып келген сыйлықтарының Сүлейменнің мүлкінің алдында түкке тұрмайтындығына көз жеткізеді. Олар ғажайып сарайға келіп, көз жауын алатындай әсемдікті көріп таңдай қағысады. Патшалары жіберген қымбат бағалы сыйлықтарын ұяла-ұяла Сүлейменге тапсырады. Бірақ Сүлеймен жылы шыраймен: «Сыйлықтарың үшін рахмет. Аллах маған әлемде ешкімге берілмеген байлықты берген. Сендердің менің алдымда Хақ Тағалаға бойұсынып, мүмін болып келулерінің орнына сыйлық алып келгендеріңе риза емеспін. Сендер Алла Тағаланың тура жолға түсулеріңді қалап тұрғанын сезбей тұрсыңдар. Елдеріңе барып күтіңдер. Біз сендер бұрын соңды көрмеген үлкен әскермен барып, елдеріңді әділетсіздікті жоятын боламыз. Әділетсіздікті жойып, кәпір болғандарды қуып шығарамыз» дейді. Өкілдері алып келген сыйлықтарын қайта алып, патшалары Белхисқа барып, көрген, естіген, білгендерін айтып береді. Сонда Белхис: «Демек, Сүлеймен бізден едәуір қуатты екен. Біз енді кешікпей оның бұйырғандай мұсылман болып, бойұсынып, оның алдына баруымыз керек» дейді. Сүлеймен олардың келе жатқанын естіп, жындарға: «Қайсыларың Белхис мұнда келіп жеткенге дейін оның тағын алып келе аласыңдар» дейді. Ифрит есімді жын
Мен оны сіз орныңыздан қозғалмай тұрып-ақ алып келе аламын. Бұйрық берсеңіз болғаны, қазір-ақ жеткіземін дейді. Сонда жындар арасында Аллахтан білім берілген біреу бар еді. Ол ифриттің сөздерінен кейін Сүлейменге: мен оны көзіңізді ашып жұмғанша алып келе аламын дейді. Шындығында Алла тағаланың құдіретімен лезде-ақ Белқистің тағы Сүлейменнің қасында тұрды. Сүлеймен тақтың соншалық тез жеткізілгеніне қуанып, бұл маған Раббымнан берген қасиет, уа Раббым, бұл нығметің үшін сансыз шүкірлік болсын дейді. Сосын Белқис патша өз тағын көргенде не дейтінін білулері үшін оны біраз өзгертіп қоюларын бұйырады. Белқис қауымымен бірге бұл елге де келіп жетті. Сүлеймен оған біраз өзгертілген тақты нұсқап: тағыңыз осы ме еді деп сұрайды. Ол таңғалып, осы сияқты дейді де, өз көздеріне өзі сенбей таққа қадала қарап тұрады. Сосын Сүлеймен оған шыныдан жасалған сарайға кіруін ұсынады. Белқис патша сарайдың мөлдірлігін көріп, оны су екен деп ойлап, су тимесін дегенде етегін көтеріп жүреді. Сосын ол шындыққа көз жеткізіп, өзінің сарайдың әсемдігі мен құрылысымен алданғандығын біліп: уа Раббым, мен өзіме зұлымдық жасаған екенмін. Енді ұзақ уақыт сыйынып келген күнді қойып, өзіңе бойұсынушы болып саған келіп тұрмын. Уа Раббым, мені мейіріміңе алып күнәларымды кеше гөр, сен мейірімділердің мейірімдісісің дейді. Осылайша Белқис патша Сүлейменге қорыққаннан емес, Алла тағаланы мойындағаннан мұсылман болып тәубеге келді. Алла тағаланың пендесі және пайғамбары Сүлейменге берген сансыз нығметтері осындай еді. Оның пайғамбарлығымен қатар әділ патша болғаны да Аллахтан берілген нәсіп еді. Жындар ғайыпты білмейді. Сүлеймен пайғамбар 52 жасында ғажап жағдайда дүние салды. Алла тағала оның қазасы арқылы адамдарға бір ғибрат беруді қалады. Мұның мәнісі, сол кезде халық арасында жындар ғайыпты біледі деген түсінік бар еді. Сондықтан Алла тағала Сүлейменнің қазасы мен жындардың ғайыптан мүлде бейхабар екендігін түсіндіргісі келді. Көзі тірісінде Сүлеймен әдетте жындарды жұмысқа жегіп, өзі жұмыс қарқынын жіті бақылап отыратын. Оның бақылауында жындар жұмысты аянбай белсене істейтін. Бір күні ол жындардың жұмыс барысын ұзақ бақылаудан кейін шаршап, таяғына сүйене жағын таянып тұрған. Сол кезде Аллахтың әмірімен Сүлеймен жан тапсырады. Алайда көздері ашық қалған еді. Жындар оны көз жұмғанын сезбей, ұзақ уақыт бойы тынбай қарқынды жұмыс үстінде болады. Сүлеймен осы қалпында 1 жыл тұрды делінген. Уәзірі жындарды алдандыру үшін онымен ақылдасқансып, анда-санда құлағына сыбырлап кетіп жүрді. Уақыт өте келе, жындар әміршілерінің бір орнынан тапжылмай, ішпей жемей, өздерін қимылсыз күзетіп тұрғанына таңдана бастайды. Сол кезде Алла тағала жер құрттарын, термиттерді жібереді. Бұл жәндіктер Сүлейменнің аса таяғын кеміреді. Сөйтіп, ол жерге жығылады. Сол кезде ғана барып жындар оның өлгенін бір-ақ біледі. Осылай Алла тағаланың даналығы мен адамдар жындар ғайыпты біледі деген түсініктен арылады. Егер де олар ғайыптың сырын білгенде, әлбетте Сүлеймен пайғамбардың қайтыс болғанын сол мезетте-ақ білген болар еді. Алла тағала бұл туралы Құранда: біз оған өлімді үкім еткен кезімізде, оларға оның қаза болғанын аса таяғын жеген жер құрты ғана көрсетті. Ол жығылып құлаған кезде барып, жындар құпияны ғайыпты білгендерінде қорлаушы азапта қалмаған болатындықтарын түсінді деген. Саба сүресі 14 аят. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.